Сәлематсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулықты сақтау үлкен өнер деп аталады. Сабағымыздың мақсаты бойынша сіздер мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялайсыз. Сонымен қатар фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданатын боласыздар. Сабағымызды ой-түрткі сұрағынан бастағалы отырмын. Балалар, денсаулықты сақтаудың басты сыры неде деп ойлайсыңдар? Кәне, осы сұраққа жауап беріп көрейікші. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айттыңыздар. Денсаулықты сақтаудың басты сырының бірі ол дұрыс тамақтану. Ендеше дұрыс тамақтанудың 5 әдісі атты бейнероликті тамашалайық. Денсаулықты сақтаудың басты сырының бірі дұрыс тамақтану. Жүріп келе жатып тамақтану, зиянды тағамдар, тамақтану арасындағы ұзақ үзіліс, тамақ мөлшерінің көптігі, тағы басқа факторлар асқазан, ішек жолдарын, оның жұмысын нашарлатады. Ал аурудың 90% ішектің дұрыс жасамауы салдарынан болатынын ескерсек, қазірден бастап ойланғанымыз жөн. Бүгін денсаулықты сақтаудағы тамақтану әдістерімен танысамыз. Біріншіден, тамақтану режимін реттеу қажет. Күніне аз мөлшерден 5-6 реттен тамақтануға тырысыңыз. Тамақтану арасы 3-4 сағат болсын. Екіншіден, тамақтың әр бөлшегін мұқият шайнаңыз. Тамақтанып отырып, су және басқа сусындарды ішпеңіз. Аш жер алдында жарты сағат бұрын және кейін 1 сағат өткеннен соң су ішкен жөн. Бұл ереже жеміс-жидектерге де қатысты. Ережені сақтамаған жағдайда тамақты қорыту үдерісінің бұзылуына әкеледі. Үшіншіден, таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішіңіз. Бұл ас қорыту жүйесінің жеңіл оянуына көмектеседі. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су асқазанды жақсы жуып шаяды. Төртіншіден, ішекті тазалап тұру қажет. Себебі күнделікті жиналатын зиянды заттар, қорытылмаған тағам қалдықтары, зиянды микрофлоралардан құтылу қажет. Ішекте жиналған шлактар кесірінен көптеген аурулар бастау алады. Ішекті тазалау үшін емханада жылына 1-2 рет гидротерапия жүргізуге болады. Сонымен қатар ішекті үй жағдайында тазалауға болатын әдістер бар. Бесіншіден, күнделікті қолданатын тағамдарды дәрумендермен байытыңыз. Асқазан, ішек жолдарын сыпыртқы секілді тазалап шығады. Яғни зиянды заттарды және қорытылмаған тамақ қалдықтарын өзіне сіңіріп сыртқа алып шығады. Оны қолдану іш қатуды, дисбактериоз және семіздікті болдырмайды. Пайдалы бактериялардың жұмысын жақсартады. Сондықтан тамағыңыздың 60%-ын жеміс-жидектермен, көкөністермен, жасыл өсімдіктермен толтыру қажет. Және де асқазан ішек жолдарын жақсарту үшін көбірек қозғалыңыз. Балалар, өздеріңіз көріп отырған бейнероликтегі аталған 5 әдісті кесте түрінде жазып көрсетейік. Осы тапсырманы орындау барысында бағалау критерийі. Берілген мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялаңыз. Дескрипторлар. Бірінші, берілген ақпаратты түсініп, қолданыңыз. Екінші, 5 әдісті кесте не диаграмма түрінде жазып көрсетіңіз. Енді дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Дұрыс тамақтанудың әдістері. Бірінші, тамақтану режимін реттеу. Екінші, тамақты мұқият шайнау. Үшінші, аш қарынға 1 стақан жылы су ішу. Төртінші, ішекті тазалап тұру. Бесінші, жеміс-жидек көкөністерді жиі қолдану. Балалар, жаңа сабақ бойынша тапсырма орындауды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпараттарды іріктеп, жоспар құрыңыз. Мәтін бойынша әр адамның өзіне тән ерекшелігін құрайтын 5 элементтің үйлесімін
сызба арқылы жазып көрсетіңіз. Тибеттік тамақтану ережелері. Шығыс ғалымдары тамақтану мәдениетінің болмауы немесе оны білмеу адамзаттың басты мәселесі деген. Адам ағзасы жүйелі болып саналғанымен, ол әрбір секунд сайын ішкі ортаның тепе-теңдігін сақтағанда ғана ағзаның барлық жүйелері қалыпты қызмет атқарады. Бүкіл әлем алғашқы пайда болған элементтің от, су, жер, жел және ауаның бір-біріне арақатынасы ретінде қарастырылады. Осы аталған алғашқы 5 элемент бізді қоршаған орта мен денемізді құрастырушылар. Сау ағзада әрбір элемент өз міндетін дұрыс атқарып, үйлесімді қызмет етеді. Мысалы, жер біздің денеміздегі тұрақтылыққа жауапты. Ойлау деңгейінде өзіне деген сенімділік, физикалық деңгейде қаңқаның беріктілігі мен қозғалуға сенімділік. Жел ойлау қабілетінің белсенді болуына жауапты, себебі ой жүйріктеп бекер айтпайды. От мінезді қалыптастырады, оған байсалдылық, кейде қайсарлық қасиет береді. Ауа ас қорытуға белсенді үлес қосады. Су адамды сыпайы және жұғымды болуға, қиын жағдайларды орай өтуге бейімдейді және тұздың әрекеттесу үдерістеріне жауапты. Әр адамның өзіне тән ерекшелігі ағзадағы барлық 5 элементтің үйлесіміне байланысты. Біреулер табиғатынан сымбатты, ал біреулер семіздікке бейімделеді. Біреулердің шашы қара, біреулердің шашы сары және тағы сол сияқтылар. Осы аталған белгілер жердің, судың, оттың және ауаның бір-бірімен жеке-жеке үйлесуінің нәтижесінде қалыптасқан. Сондықтан тағам өнімдерін таңдап, ем-дәм тағайындауда тек қана әр адамның денсаулық ерекшелігіне қарай жеке дара жүргізіледі. Осы тапсырмаға сай бағалау критерийі. Берілген мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялаңыз. Дескрипторлар. Бірінші, мәтінді түсініп, ақпараттарды іріктеңіз. Екінші, мәтінге жоспар құрыңыз. Үшінші, мәтіндегі 5 үйлесімнің ерекшелігін тауып жазыңыз. Жарайсыңдар балалар, берілген сызба арқылы 5 элементтің өзіндік ерекшелігін тауып жаздыңыздар. Енді өздеріңіздің құрастырған жоспарларыңызды мына жоспармен салыстырып көріңіздер. Жоспар. Бірінші, адам ағзасы. Екінші, қоршаған орта мен денемізді құрастырушы 5 элемент. Үшінші, 5 элементтің үйлесімі дұрыс тамақтануға жол ашады. Екінші тапсырма. Берілген фразеологизмдердің мағынасын ашып, сөйлем құрап жазыңыз. Аузына шайнап салды, аш өзек, тұзаққа түсті, іші тар, дәм татты. Осы тапсырманы орындау барысында бағалау критерийі. Фразеологизм мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданыңыз. Дескрипторлар. Бірінші, фразеологизмдердің мағынасын ашыңыз. Екінші, сөйлем құрап жазыңыз. Балалар, өздеріңіздің орындаған жұмыстарыңызды тексеріп көрелік. Аузына шайнап салды, аузына сөз салды, айтарын, не дерін айтып берді. Олжас аузына шайнап салса да көмілжіп отырды да қойды. Аш өзек, тамақ ішпегендіктен талып әлсіреген ішкі сарай. Күні кешеден бері аш өзек болған әбіштің ұйқысы келмеді. Тұзаққа түсті, қолға түсті, ұсталды. Бұрын да талай рет ұстай алмаған оған, енді тұзағыма түстің бе дегендей тұнжырай қарады. Іші тар, қызғаншақ, біреудің болғанын көре алмайтын күншіл. Іші тар, көре алмастың біреуі сен, ондай кісі бұл жерге келмейді тең. Дәм татты,
тамақ жеді, ас ішті. Әкең, апаң, ағаларың бәрі де мына ауылдарға кіріп, амандасып, үлкеннің баталарын алып, үлкен үйлерден дәм татып шықсын дейді. Балалар, бүгінгі сабақта мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялауды, яғни берілген тапсырма бойынша жоспар құруды, кесте толтыруды, ой қорытуды үйрендік. Тілдік бағдарға байланысты фразеологизмдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп, сөйлемдер құрадық. Үйге тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді қолдана отырып, өзіңіздің күнделікті ас мәзіріңізді жасап келіңіз. Ас мәзіріне байланысты мақал-мәтелдер қолданыңыз. Тірек сөздер: тамақтану мәдениеті, дәрумендер, мәзір, денсаулық, көкөніс, тағам, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Тапсырмаға сай бағалау критерийі: фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданыңыз. Дескрипторлар: бірінші, тірек сөздерді қолданып, ас мәзірін жасаңыз. Екінші, ас мәзірін жасау барысында көркемдік ерекшелігіне сай мақал-мәтел қолданыңыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.